Бүгін елордалықтар Түркияның Стамбул қаласында жүргізілген археологиялық экспедиция кезінде табылған тарихи құжаттармен танысуға мүмкіндік алды. Оның ішінде бауырлас елде туып өскен замандасымыз ақын Зейнел Сүрмелінің еңбектері қалың жұртқа паш етілді. Қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталық арнайы конференция ұйымдастырып, архив 2025 жобасының аясында атқарылған жұмыстың нәтижелерімен бөлісті. Жергілікті мамандар отандық және шетелдік мұрағаттардан, музейлерден, кітапхана мен орталықтардан біздің мемлекетке қатысты тың деректерді іздестіріп жинақтады. Зейнел Сүрмелі дейтін кісі, осы кісіні міне елге танытып жатқан жайымыз бар. Яғни өзінің үлкен отаншылдығы, туған елін аңсап өткендігі, сол жолда осындай өлеңдер жазғандығы, осының бәрі бір үлкен оқиға. Кейін ұрпаққа бұл үлгі болар деп ойлаймыз. Бізде мынау туған елі, туған Қазақстан білсін, кейін ұрпақ білсін деп осы кісіні шығарып жатқан жайымыз бар.